mistake last night. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. Достар, бүгін аяқтың күні сушкадамын. Қазір жаңа 80 минут кардио істеп тұрмын. Менде қазір тренировканың соңында тағы да 40 минут, в общем 120 минут кардио. Питание жарысқа 2 апта қалды. Чашка. Углеводты азайттым, менде күш жоқ. Сағат қазір түнгі 11-ден 19 кетті. Соған қарамастан мен жұмыстан уақытым болмай, енді тренировка жасап жатырмын. Аяқтың жаттығуларын қазір салатын боламын сіздерге. Көріңіздер. Құрметті достар, бірінші қазір мен осы пресетте бастаймын. 4-тен 8-ден 4 подход жасаймын. То есть негізі сушкідем қазір жарысқа 2 апта қалған болатын. Негізі маған да аяқ жасау болмайды. Мен физик болғандықтан, бірақ мен аяқ жасағанды жақсы көремін. Әсіресе базалық жаттығуларды жақсы көремін. Өйткені болашақта Кристи Бамстед, классик физик мистер Олимпия. Сондықтан да аяқ жасау керек. Барлық аяқтан басталады негізі, по идее. Маған бәрі айтады, аяқ жасаудың қажеті жоқ деп, бірақ мен өзіме қараймын, аяғым кішкентай сияқты. Сондықтан да аяқтың пайдасы көп, по идее. Көріңіздер, мен барлығын көрсетіп отырмын сіздерге. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm afraid sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Darling, could I live it up with you? Достар, короче, екінші жаттығу, тяг сумо. Тоже пауэрлифтингте мастер спорт орындалынıyor. Сондықтан формадан шықпау үшін аяққа, техникаға сол тяг сумо жасайтын ол. Әйне барлығы жеңілмеске. Достар, тягын аяқтадым. Енді келесі жаттығу сол аяқтың алдың квадрицепске және артына жасайтын боламыз. Әрқайсысы 20-дан 4 подход, яғни суперсет. Бір жаттығудан кейін 2 жаттығу сразу суперсет, дәл сонымен 4 сет жасаймыз. В общем, сағат қазір 12:30. Сағат 12:30. Кейбір кезде, осы кезде дәл осы сәтте кейбір адамдар, кейбір ұлдар клубта алкоголь ішіп, темекі шегіп, арнаша шегіп жүрген шығар қыздармен. Ал біз өзіміздің арманымыздағы жетер жолдамыз, әлі жарты жолдамыз. Сондықтан да бір күні біз жетістікке жеткен кезде олар айтады, болды, қалай сенің жолың болды деп ше. Өте күлкілі жағдай. Сондықтан да достар, ешқашан да беріліспейміз. Постоянно дамып отыруымыз керек. Егерде бір орында қалып қойсақ, біз артқа қарай кетеміз. Сондықтан да жоғары солайдан арманымызға жететін боламыз. Кейбір адамдарға оңай беріледі, кейбір адамдарға
былайынан қиыншылықпен беріледі. Сондықтан да мен өзім қиын жолды таңдаймын. Кішкене сіздерге мотивация болсын. Мен өзім қиын жолды таңдаймын. Бәрібір өткені білем, мен оңай жолмен менде еш нәрсе болмайды. Еш нәрсе, мен соған сенем. Жақсы жұмыс, еңбекқор болсаң, упорный труд дейді ғой, сол барлығын жеңеді. Мен барлығын жеңетін боламын. Мен мистер Олимпияға қатысам. YouTube'да көріп отқандар болатын болса. Маған YouTube'тың подписчиктері ұнайды. Сіз егер көріп отсаңыз, сіздер ұнайсыздар, өйткені бұл жерде мені қолдайтындар көп, чем Instagram, TikTokқа қарағанда. Сондықтан да мені қолдаңыздар, мені қараңыздар. Мен сіздерге өзімнің пайдалы ақпаратымен бөлісетін боламын. YouTube'ты енді бастап жатыр. Маған сөйлеу өте қиын, камераға қарап жаймен тоже бұл менде жұмыс жасау керек. Сол кезде тоже келесі жолы қайта дұрыстап, солайынан болашақта мен жақсы сөйлейтін боламын. Таза қазақша, ешқандай да орысша қоспасыз сөз қоспай, кәдімгідей бүкіл анатомияны, бұлшық еттерін барлығын қазақша аударып сіздерге түсіндіргім келеді. Солайынан қазақ тілін дамытқым келеді, қазақша фитнесті дамытқым келеді, қазақша блогты дамытқым келеді, қазақтың ұлдарының барлығын, қыздар, ұлдар, жастардың барлығын мен спортқа тартқым келеді. Хош ол бокс болсын, фитнес болсын, или басқа даже шахмат болсын, пайдалы іспен айналысу керек. И все. Давайте келесі жаттығу. Камерамның заряды өшіп қалды, батарейкасы. Сондықтан сотке түсіруге тура келді. Аяқтадым. ВПД жасадым, соңында водка пресс жасап жатырмын. Вот, достар, спортпен шұғылданыңыздар. Міндетті түрде, және де жаңа айтып өткендей, мені міндетті түрде қолдаңыздар. Сіздерден көмек күтем, қолдау сөздер күтем. Ол мені көп мотивация береді, бұл сөздер. Сондықтан да достар, обязательно тіркеліңіздер. Сіздерден қолдау күтем. Именно мен не только фитнес жағы, бүкіл жағын түсіретін ол. Не только спортта ғана жетістік емес, өмірде де жетістікке жетейік бірге. Сондықтан да достар, сау болыңыздар, келесі кездескенше.